Taqirığı var mı? Bunun bir nesini isteyip çoğu gerek. Onun işini sağlatsın. Hani kulmuğa apарıp şişiş. Барлықтарыңызға сәлем. Мен жақсы естіліп тұрмын ба сіздерге? Жақсы естіліп көрініп тұрса, плюсик қоя салыңыздар. Қайырлы кеш бәріңізге. Менің аты жөнім Игибаева Шолпан Жолдасбаевна. Фаберлик компаниясы жайлы кезекті біздің сабағымыз. Осы Фаберлик компаниясында аға директор статусындамын. Рахмет. Сабақ үйренгілеріңіз келіп, осындай уақыттарыңыз бөліп қарап отырғандарыңыз үшін. Анық емес, естіліп тұр дей ма? Онда қаттырақ сөйлейін, жарай ма? Аха, хорошо. Яғни қаттырақ сөйлеу керек. Иә, сонда жақсы естіледі. Мен осыған дейін сабақ өткізгем, ол кезде компанияға қалай келгенім жайлы айтып берген болатынмын. Сондықтан оған тоқталу қажет емес деп ойлаймын. Иә? Бәріміз компанияға сеніп, онда табыстың бар екенін көзіміз жеткеннен кейін ғана келеміз, әрине. Сол сияқты мен де солардың бірі болып келдім. Осы компанияда ақшаның бар екеніне көзім жетті. Әйтпесе, сырттан біреу келіп айтса, мен сенбес едім. Өз көзіммен көрдім. Бұл компанияда ешбір ақша салмай, үйде отырып, ешқайда шықпайды, сатумен айналыспайды, ешкімге каталог таратпайды, үлкен табыстарға жетуге болатынына көзім жетті. Сондықтан осы компанияға келдім. Қазір артымда үлкен командам бар. Ол командамды мен тек қана холодный контактпен жинадым. Ол жайлы алғашқы сабағым сол туралы болған. Енді бүгін жалпы команданы құру кезінде қандай системамен жұмыс істеу керек, сол жайлы болады тақырып. Система 5-5, 5-25, 125 деген. Мінеки, енді кішкене алғашқы өткен обучение туралы 1-2 пунктқа тоқтамай өткен екем. Өз-өзімді көріп, қатен жұмыс істегеннен кейін біраз нәрселер айтылмай қалды. Солар туралы айтып тоқталып кеткен. Жақсы. Біріншіден, так, қазір мен шпаргалкам. Мінеки, кішкене қобалжу болуымын, айып етпеңіздер. Біз бизнесқа шақырамыз да, холодный контактпен. Мен алдыңғы тақырыбым холодный контакт болды дедім ғой. Әрдайым бізге Алла тағала бір сигнал береді. Бізге жол көрсетуші әрдайым. Біз бірақ сол жолды пайдаланамыз ба, сол жолмен жүрмейміз ба, оны өзіміз шешеміз. Міне, сондықтан сізге беретін сондай бір сигнал, жолды сіздер сезіне білулеріңіз керек. Мысалы, менің өз басымнан өткенді. Мен жаңа айттым, холодный контактпен каталог қалдыру арқылы жұмыс істедім. Міне, сондай кезде мен ойымда болды. Қазір мына дүкеншіге берсем бекен, бермесем бекен, әлде жақсы соңғы каталог қой, сумкамда қала берсін, ауыр емес қой деген сияқты ойлар болады. Бірақ ойымда осы жерге қалдыруым керек деген ойлар болды. Бірақ бір жағынан еріншектік, бір жағынан әлі де бір кішкентай болса да қорқыныш деген сияқты ойлар болады. Сондай кезде мен кетіп қалғам. Бірақ ол да бір сигнал болғанда маған, бірақ мен оны пайдаланбадым. Бәрі өзіміздің қолымызда, біз оны, ол жолды пайдаланамыз ба, пайдаланбаймыз, Уже үшінші рет айтып жатырмын.
мінекей сол кісіге мен жолыққан жоқпын, бірақ ертеңінде келесі күні осы кеше барғым келді ғой, осы кісіге бүгін барайыншы деп ойлап барған кезде ол кісі айтты, қап кеше келгеніңде мен 8 мартқа қарсы біраз нәрсе басқа компанияның продукциясынан заказ беріп қойдым деді. Сонда бір іштей бір өкініш болады да, бірақ сондай сәттерде өзіңізді көп ұрыспауға тырысуларыңыз керек. Себебі бір жағынан кішкене ұрысып та қою керек. Себебі Құдай берген жолды, сілтеген бағытты сіз пайдаланған жоқсыз. Яғни сіз өзіңіздің клиентіңізден айырылып қалдыңыз. Ол да өзіңіздің қателікпен жұмыс ретінде болады. Келесі жолы олай істемеуге тырысу керек. Бірақ айтсам, өзіңіздің еңсеңізді түсірмей, самооценканы түсіріп тастамау керек. Сондай кезде мен өзімді қалай мотивация жасаймын. Бәрі тек қана саған емес қой, басқа адамға да бір табыс керек. Клиенттің бәрін қалай қомағайланып өзіме болса екен деп ойламау керек. Жақсы, бір күні, бұл күні именно сол адамға бұйырып тұрған шығар деген сияқты. Барлығы тек маған емес қой деген сияқты, өзіңізді де кішкене успокаивать етсеңіз болады. Сосын олармен кішкене комплимент айтып, бір общий интерес, общий қызығушылықтар табуға тырысу керек. Баршаңызға сәлем, жаңадан қосылып жатқандарыңызға. Сондай, так. Сосын ең жақсы қасиеттер сырттай холодный контактпен танысқанда стоматология, жаңағы дәрігерлер, мұғалімдер, учебный центрлер, сондай жақта таныстарыңыз болған, мен үшін өте тиімді, даже дүкеншілер болса да, себебі өзіңнің туысқаның сияқты олар саған скидка да жасайды, олар саған сыйлықтар да жасайды. Жаңадан бір туысыңды тапқан сияқтысың, сондай стоматолог, бір педагог деген сияқты да. Мінекей, ол да бір жағынан плюс. Бір консультация алайын десең де да, балаларға байланысты педиатрлар болса да, вот консультант это уже сен туысың сияқты. Так. Тағы ең басты қателік. Мысалы, мен каталог таратып жүргенде, менің ойым бал жасау, қалай мен 1000 балға шығам, қалай 3000 бал жасайым. Ойым тек қана сол да, заказ алғанда да мына адам неше балға заказ жасайды екен. Ойымыз тек қана сол болды. Мен сіздерге беретін советім, сіздер ондай нәрсе ойламаңыздар. Сіздер ең бастысы бұл компанияға бизнес үшін келдіңіз да. Бұл компанияға саудамен айналысу үшін ешкім келмейді. Себебі басқа компанияларда продукцияларға 40-50% жеңілдік береді. Себебі олардың компаниясы бизнестен бөлек саудамен айналысуға да адамдарға мүмкіншілік бергісі келеді. Егер сауда жасау ұнайтын болса, онда Фаберлик компаниясында олай көп табысқа шыға алмайсыздар. Сондықтан ойыңызда товарды өткізу, просто заказ жинау емес, мен өзімнің бизнеста бірге жүретін адамымды іздеймін деген оймен каталогты ұсынуларыңыз керек. Бизнес туралы, ақша туралы айтатын болсаңыздар, онда сіздің бизнесіңіз жүреді, ақшаңыз көбейеді. Ал егер продукцияны көбірек распространять етіп, көбірек елге таратушы болып, тек қана продукция жайлы мақтайтын болсаңыздар, онда сіздің товарооборотыңыз өседі. Мен алғашқыда тек қана сондай нәрсені айтып келген екенмін. Осыған дейін істеген қателігім. Бірақ ол қателікті бірден ойыңа түспейді ғой. Осындай қазіргі өзім жүргізіп жатқан обучение сияқты, сіздер мен тыңдап отырған сияқты, мен де басқа лидерлардың обученияларын тыңдау арқылы өзімнің қателіктерімді түсіндім. Енді олай емес, қалай дұрыс жұмыс істеу керек екенін білдім. Мүмкін сіздер де айтарым, бірде бір обученияны қалдырмай, солай жұмыс істеулеріңіз керек. Бірде болмаса бірде өзіңіздеріңізге тиімді, дұрыс нәрселерді іліп аласыздар құлақтарыңызға. Так. Біздің компанияда доход туралы барлықтеріңіз білулеріңіз керек.
оларға бір кісі алғысы келмей тұрса, ұзақ оларға навязывать етудің қажеті жоқ, звондап қайта мазасын алудың қажеті жоқ. Себебі көбісі сондайдан қашады. Өз басымнан өткені да. Уже телефонын да алмаймын, жаман сөздермен әрең құтылдым осы сетевиктардан деген сияқты әңгіме. А бізде жоқ, өзіңіз үшін керегіңізді аласыз, керек емес болса алмайсыз. Керісінше біздің іздеп жүреді. Вот. Сосын сіздерге айтарым, сетевой компанияға екінің бірі келіп, екінің бірі табысқа жете бермейді. Бұл да бір мамандық ретінде да. Сіз өзіңіздің университетіңізге, Фаберлик компаниясы деген сетевой компанияңызға абитуриенттер жинап жатырмын деп елестетіңіз да. Олардың ішінде нағыз сетевик болып, нағыз биік белестерге жететін адамдардың өзі бір 100-дің біреуі ғана да. Мүмкін мен келісемін. Мінекей, сондықтан ол 100 студенттің бәрін оқытсаңыздар да, оның біреуі нағыз сетевик, нағыз көшбасшы болады. Даже кез келген университетті алсақ та, мысалы медицина мамандығына түсетіндердің барлық 100 студенттің 100-і медик болмайды. Келісесіздер ғой? Сондықтан, егер сіздің командаңызға 10 адам шақырдыңыз, онның бәрі сізбен бизнеспен ары қарай жұмыс істеп кетпесе, сіздер оған ренжімеңіздер. Өйткені ол да бір мамандық, оны да сүйіп, жақсы көріп, нету керек. Мамандық ретінде қабылдап, осы менің өмірлік жұмысым ретінде қабылдау керек сіздің ұсынып отырған бизнесіңізді. Вот. Так, ары қарай. Енді сіз командаңызға адамдарды шақыра бастадыңыз. Сіз уже лидер болдыңыз да. Белгілі бір деңгейлерге жетіп жатсыз командаңызбен. Енді ең бастысы өзіңіздің жұмысыңызды делегировать дейді ғой, бөліп беруге тырысу керек. Өзіңіздің білгеніңізді жеткізу керек. Делегирование дейді да. Мысалы, сіз 600 балға лидер статусына жеттіңіз біздің компанияда. Енді сіздің міндетіңіз тек қана сонымен, қалай мен 600 балға жеттім, сонымен бөлісу командаңызбен. Соларға соны үйрету. Ал егер сіз жоқ, мен өзім бәрін істей аламын, мыналарға түсіндірсем олар түсінбейді, мен сияқты істей алмайды деген оймен 3000 балды да жасауға болады, директорға да шығуға болады. Бірақ ол дұрыс емес олай жұмыс істеген. Қазір бір минут. Сұрайым. Мінекей, осы компанияда 2 жылдан аса жұмыс істеген арқасында біраз опытымыз бар. Сондықтан 3000 балды да жалғыз өзің еңбектеніп, біраз еңбектің арқасында 3000 балға шыққан қыздар бар. Бірақ ол шаруаның бәрін, жұмыстың бәрін өзі істеп үйренгенді, астында өзінің жұмысын бөліп беріп, лидер өсіріп жұмыс істеген жоқ. Міне, ойлаңыз, сіз кішкентай магазин аштыңыз да, ол магазинде тек қана өзіңіз жұмыс істедіңіз. Магазиніңіз күшті табысқа жетіп жатыр, клиенттер көп, сіз магазиніңіз кеңейткіңіз келіп жатыр да. Енді үлкен гипермаркетқа ауыстырдыңыз да, кішкентай дүкеннен гипермаркетқа өстіңіз сондай деңгейге. Енді ол гипермаркетта жалғыз өзіңіз шапқылап жүрсеңіз да, бүкіл клиентті сіз обслужить ете аласыз ба, мысалы? Кезінде, кішкентай магазиніңіз болған кезде, сіз оларға бір адамдарды жалдап, оларға бірдеңкені үйреткен жоқсыз. Сондықтан бізде де дәл солай. Мысалы, сіз 600 балл болсын, 500 балл болсын, жалғыз өзіңіз істеп үйрендіңіз. Енді соны ары қарай астыңызда сізбен бірге өсіп келе жатқан, бизнес жасағысы келетін новичоктарға үйретулеріңіз керек. Жалғыз өзіңіз еңбекқор болып, 3000 балл жасап, директор статусына шығып, сондай пысық адам болсаңыз, ол да бір минус. Біздің компанияда тек қана командамен өсуге болады. Барлықтарыңызға сәлем, тағы да жаңадан қосылып жатқандарға.
сол ең басты қателіктердің бірі. 600 балл, 500 балға шықтыңыздар ма, лидер статусына шықтыңыздар ма, бірден кімге бөлісемін, кімді үйретемін, каталог ұсынғанда да сен менің болашақ лидерімсің, мен саған үйреткім келеді деген оймен, сондай аурамен адамға жақындау керек. Сіз қанша балл жасайсыз, сіз қандай заказ жасайсыз, да, ондай ой керек емес. Тек қана лидер іздеу. Өйткені лидермен, өзіңіз лидер болып, астыңыздан лидерлар өсірсеңіз, сіз әрдайым биікке шыға аласыз. Енді менің тақырыбыма оралайын да, система. Енді плавно өтейік. Осылай сізде система болса, сіз жаңадан шақырған новичоктарыңызға түсіндіріп жеткізе аласыз. Менде бір обучениядан өткенде түсінгенім, қателігім, егер бізде белгілі бір тәртіппен, системамен жұмыс істетпесек командамызды, онда біздің команда как в тумане дейді ғой, адасып жүреді да, туманның ішінде жүрген адамдар сияқты. Ол жақтан қалай жол табам, қалай мақсатымды көрем деген сияқты ештеңке көрінбейді, бұлыңғыр сондай жерде жүргендей болып елестетеді. Сондықтан белгілі бір тәртіппен өссін десеңіз команда, онда сізде система болу керек. Сол үшін мен сіздерге 5-25-125 деген системаны ұсынғым келеді. Неге именно бұл система? Неге басқа компаниялардағы сияқты, мысалы, ладно, атын айтпай қойын, сосиска дейді ма, морковка дейді ма, неге сондай системамен жұмыс істемейміз? Сондай жағдайда артымыздан лидер өсіру жеңіл болады да, астына адамдар тіркеп берсек қалай болады деген сияқты сұрақтар туады. Ондай жағдайда сіздің еңбегіңіз көрінбейді. Себебі сіз олардың астына адам тіркеп беріп жатсыз, ал сіздің зарплатаңыз мүлдем өспейді. Себебі программа есептейді ғой сіздің зарплатаңызды. Сіз астыңызға тіркесеңіз, тек қана өзіңізге. Олай да жұмыс деген дұрыс емес. Ондай жағдайда лидерларыңыз өспей қалады. Солай 5 адамды тіркедіңіз. 5 адамды тіркеу қиын емес қой. 5 адамды бизнесқа шақыру. Ол 5 адам бірден табыла қоймайды. Немесе сіз 5 адам шақырдыңызда, олардың бәрі енді сізбен бизнес жасайды деп ойлап кетпеңіз. Сіз 15-20 адам жинаған шығарсыз да, олардың 5-еуі в идеале, ең күшті сәттерде 5-еуі сізбен бизнес жасауға келісті. Енді ол 5-еуі 25 балдан жасау керек. Сіз өзіңіз 50 балл жасап жатсыз. Біздің наставниктер, мысалы, қазір 25 балл жасауға арналған акциялар ұйымдастырып жатыр да, ақшалай. Сонда біз жаңадан тіркеген адамды сол акциямен қызықтыру арқылы қалай олар бизнесті іліп алып кеткенін өздері байқамай қалады. 25 балл жасап акцияға қатысамын деп отырады. Қазір ең соңында, эфирдің ең соңында мен ойыма келген бір акциямен сіздермен бөлісемін. Егер ұнаса, соны өздеріңіздің командаңызға ұсынып, солай 5 адамды тіркесеңіздер болады. Хорошо? Эфирда аяғына дейін болыңыздар. Солай 5 адамды шақырдыңыз. Енді бітті. Сіз жаңа делегирование дедім ғой, өзіңіздің істегеніңізді, өзіңіздің үйренгеніңізді оларға үйретесіз. Оларға үйретіп, олар 5 адамнан тіркейді. Егер олардың ішінде солай сіздің айтқаныңызды істейтін 5 адам шақыратын лидерлар табылмаса, сіз тағы да басқа адамдарды тіркеулеріңіз керек. Ол 5 адамды шақырдым, енді олар шақырмай жатыр деп қол жинап отыру қажет емес. Себебі оларға керек емес болса, ол тек қана сізге керек. Мүмкін жаңағы айттым ғой, университетіңізге түскен адамдар сияқты, оларға бұл мамандық әзірге керек емес шығар.
Сондықтан жаңа студенттерді командаңызға шақырыңыз. Енді осы системаны командаңызға енгіздіңіз, олар 5 адамнан шақырды, сіздің командаңызда 25 адамды, өзіңізді қосқанда 26 адам. Енді олардың 5 адамы өзінің 5 адамдарын тіркейді. Да? Так. Міне қазір сіздерге былай көрсетейін. Міне, ортасында сіз шақырған 5 адам 25 балдан жасайды. Я? Так. Ал сіз өзіңіз зарплатаға шығу үшін міндетті түрде 50 балл жасау керексіз. Енді осы 5 адамыңыз өзінің жұлдызын құрады. Да? Міне, сіздің командаңыз тек қана жұлдыздардан тұратын команда болып есептеледі. Так. Енді ең қызығы, сіздің командаңыз тек қана осы системамен жұмыс істейді. Сонда қараңыз, бірінші каталог сіз 5 адам шақырдыңыз, екінші каталог сіздің 5 адамыңыз тағы 5 адам шақырды, үшінші каталогта сіз директор статусына шықтыңыз. Сіз бұл система жұмыс істейтініне командаңызға көз жеткіздіңіз. Да? Енді ойлап қараңыз, артыңыздағы 5 адам бір-бірден директорлыққа шыға бастаған кезде сіз старший, серебряный, золотой, рубиновый, бриллиантовый директор статустарына шығасыз. 5 директор шығарғаннан кейін 6-шы директор шығару сізге түкке тұрмайды. Ал білесіздер, директор, жай ғана директор, да, 200 000 айлық алады. Директорларды, мысалы форумдарға барғанда ешкім мойындамайды. Директор деген ең төменгі деңгей болып есептеледі біздің компанияда. Сіздер қазір мен лидермін, вице-директормын деген сияқты статустар болса, өкінішке орай, ол деңгей вообще жоқ деп есептеуге болады. Сондықтан ең бірінші деңгей, уровень, ол директор. Ең сыйлы, ең бірінші қатарларда отырып, қалай айтсам, андай бизнес-ланчтарға, сіздерге жеке ресторанда тамақтар берсін десеңіз, компанияның атынан да, мысалы форумдар өтеді, неше түрлі обучениялар болады. Сондай жоғарғы деңгейде самый уважаемый уровеньдар дейді ғой, самый ценный уровеньға жетем десеңіз, онда ол рубиновый, бриллиантовый директорлардың статусы. Осы системаның арқасында сіз бірден 4-ші каталогта рубиновый директор болып аталына аласыз, одан кейін бриллиантовый директор боласыздар. Ал менің есептеуім бойынша золотой директордың жылдық табысы, так, қателеспесем, где-то шамамен 10 миллион теңге. Мен сол 10 миллион теңгені 12 айға бөлдім. Сонда әр ай сайын 600 000 теңге айлық. Кәдімгі жалпы жай ғана жұмыста істесеңіз. Әр ай сайын 600 000 теңге. Енді ойлаңыз, сіз 4-ші айда рубиновый, бриллиантовый, даже золотой, жай ғана золотой. Ол 5 адамның бәрі директор болған жоқ, тек 3-еуі директор болды деп есептейік. Сонда сіз жай ғана золотой директор болдыңыз. Мінекей, золотой директор болып, айына 600 000 жалпы есеппен, да? Жаңа премияңызды қосқанда, зарплаталарыңызды қосқанда, бәрін қосқанда, золотой директор статусына шықтыңыз. Ай сайын 600 000 теңге. Қай жұмыста қандай еңбек етіп, неше жыл жұмыс істеп, айына 600 000 теңге алып отырғандардың өзі, білмеймін, 1000-ның бірі, миллионның бірі шығар. Ал біздің компанияда осындай системаның арқасында, системамен жұмыс істеп команданы құрудың арқасында сіз 4 каталогта өте жақсы табысқа шыға аласыз. Это как маршировать етіп келе жатқан солдаттар сияқты. Сіз ең алдында шагат етіп келе жатсыз, тұман болсын, не болсын, ешқандай погодаға қарамастан,
сіз жеткен мақсатқа сіздің артыңызда бірге қадам басып келе жатқан командаңызды бірдей деңгейге жете алады сіздермен бірге. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз, мен уже болып қалдым. Енді ең соңында акциямен бөлісемін дедім ғой да. Мүмкін сіздерде бір басқа ой болатын шығар акция туралы, біздің общий чатқа жазсаңыз болады. Менің айтарым, жалпы егер жоқ система керек емес десеңіз командаңызға, жай ғана адам тіркей берем, сонымен директорға шыға аламын десеңіз, онда қателескен болып саналасыз. Себебі система болған сіздің жұмысыңызды әлде қайда жеңілдетеді. Ал енді не істеймін, не істеуім керек, қанша адам жинауым керек дегенде командаңызға айтатын сөзіңіз болады. Енді менің ойым, мысалы қараңыздар, мен командама осындай акция өткізгім келеді. Осы системаны оқып үйренгеннің арқасында. Мысалы мен айтам, кім 5 адам шақырады, 25 балдан. Әр новичок үшін 1000 теңгеден алады. Тек қана 25 бал жасаған болса. Сонда, мысалы, бизнес керек емес, тек қана осындай ақша алғым келеді, акцияларды жақсы көретін адамдар, мысалы, 5000 теңге деген ақшаны біреулер 3 күн жүріп еңбек етіп табады. Біреулер таңертеңнен кешке дейін сабақ беру арқылы, мысалы, шамамен 5000 теңге күніне ақша табады да, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеген арқасында. Ал сіз жай ғана өзіңіз 25 балға заказ істедіңіз. 25 бал деген шамамен 12.000 теңге. 375-ті 25-ке көбейтесіз, кемінде біздің 1 бал 375 теңге. Осылай қызықтырасыз. Мысалы, бір новичокты тіркедіңіз, айтасыз, бізде қазір осындай ақшалай розыгрыш болып жатыр. Мысалы, біздің наставник өткізіп жатыр дедім ғой, 25 балға акция. Бізде қалай? Тек қана 25 бал жазсаң, ақшалай розыгрышқа қатысасың. Ол 5000 теңге, 10.000 теңге, 20.000 теңге деген сияқты. Ол наставниктің розыгрышы. Ал сіз өзіңіз жеке жаңағы жұлдыздарыңызды жинау үшін 5 адам шақырдыңыз, жоқ, бір новичок шақырдыңыз, айтасыз, сіз енді өзіңіз 25 бал жасадыңыз, 10.000 теңге ақшаңызды жұмсадыңыз, енді сіз өзіңіздің айналаңыздан продукцияны тұтынып көргеннен ұнап жатса, 5 адамыңызға айтыңыз, олар 25 балдан жасасын. Мен сізге қолыңызға 5000 теңге беремін, немесе шотыңызға салып беремін да, егер басқа қалада болса. 5000 теңге әр новичок үшін. 5 адам шақыра алмадым, 3 адам ғана тіркедім десе, жақсы, келіскен бойынша бір новичок 25 балмен 1000 теңге. Бізде компанияда да сондай акциялар болып отырады ғой. Дәл қазір ондай акция жоқ, бірақ осы системаны қолданып көрем, жұмыс істейме екен деп тексеріп көрем десеңіз, солай қызықтырып көріңіздер. Мен кешеден бері ойыма келген акция. Мінекей. Егер сіздерде ойларыңыз болса, бөліссеңіздер болады, маған да қызық. Енді система міндетті түрде керек, қыздар, сіздерге айтарым. Басқа да системалар көп. 15 балмен де директор статусына шығуға болады. Мүмкін біреуге 15 балдық система жеңіл болып көрінетін шығар. Оны да зерттеп, қарап көрсеңіздер болады. Главное, ол системаға өздеріңіз сенсеңіздер, ол ойыңызды адамдарға сендіре аласыз. Егер өзіңіз күмәнданып тұрсаңыз, онда сіздің сөзіңізден, интонацияңыздан адамдар түсінеді. Сіздің іштей күмәніңіз бар екенін бұл системаға. Ал 100% сенімді болып адамға түсіндірсеңіз, олар да сізбен бірге сенеді. Интернетте көп. Акцияны қайта айтып жүрейін ба? Мысалы, мен қазір компанияда жұмыс істеймін біраз жыл, бір новичок тіркедім, немесе өзімнің командамда бір адамға айтам. Сен өзің 25 бал жаса, сенің қалтаңнан 10-12 мың теңге ақша кетеді. Ақша төлейсің сол заказыңызға. Енді сен тағы 5 адамды жаңадан тіркесең, олар 25 балдан жасаса, онда саған әр новичогың үшін, 25 бал жасаған новичогың үшін 1000 теңгеден беремін. Сонда сен жұмсаған ақшаңның жартысы саған қайтып келеді.
25 балға өзің жасаған заказыңның жарты ақшасы қайтып келеді. Менің ойымша көбісі келіседі деп ойлаймын. Мен енді тіркелдім дейді, маған как минимум қанша адам тіркеу керек. Бастапқыда 5 адамды тіркеңіз. Мүмкін сіздің жолыңыз болып, 5-еуі де сіздің артыңыздан ілесетін сіздің бизнес партнеріңіз болады. Сол 5 адамыңызға осы системаны түсіндіріп көріңіз. Бірінші өзіңіз 25 балл жасап көріңіз. Немесе бірден бизнесті алып кеткім келеді, жоғарғы скидка, ең максимальный скидка алғым келеді десеңіз, онда 50 балл жасаңыз. Себебі 50 балл жасасаңыз, сіз шақырған адамдардың балының бәрі сізге есептеледі, сізде айлыққа шығуға мүмкіндік болады, және VIP консультанттар алып жүрген скидка бойынша сізде товарларды сол скидкамен аласыз. Тіркелген адамдар маған адамдардан қанша ақша түсіп отырады дейді. Бірінші, жаңағы өзіңіз 50 балл жасап, 5 адам шақырдыңыз, олар 25 балдан ғана жасады да, жаңағы сіздің акцияңызға қызығу арқылы да. Сол жағдайда сізге 4-5 мың теңге ақша түседі. Себебі сіз әлі аса көп еңбек еткен жоқсыз біздің компанияда да. Міндет бойынша 50 балл, я дұрыс айтасыз. Бизнесқа келем деген адамдар бірден 50 балл жасайды. Себебі ең бастысы, өзіңіз 50 баллды қорықпай жасайтын болсаңыз, командаңыз сіздің істегеніңізді істейді. Сіз оны жақсы жеткізе аласыз. 50 баллдың артықшылықтарын айта аласыз оларға. Ал егер өзіңіз қорқынышпен әлі 25 балл жасап жүрген болсаңыз, ертең командаңызда сіз сияқты созылып, 50 балл жасай алмаймыз, қиын деген сияқты әңгімелер болады. 50 балл деген 25 мың шамасында ғой, иә дейді. Қанша процент скидкамен аламын сонда дейді. Я, дұрыс айтасыз, 50 балл деген 25 мың айналасында 26% скидка барлық товарға, тек қана киім, аксессуар, аяқ киімге 20% сақталады. Я, 50 балл. Осындай акция ұйымдастырсаңыздар болады. Арбаның 4 дөңгелегі болады ғой. Сол сияқты осы система деген арбаның бір дөңгелегі болып есептеледі. Мысалы, мен командамды системасыз алып келе жатқандықтан, мен осы тақырыпты таңдадым. Мен осы жайлы зерттеп үйренгім келді. Сондықтан бізде қашан өзіме керек болса ертеңге қалдыра береміз ғой. Ал осындай обучение өтеміз, ертең адамдарға түсіндіреміз дегенде іздене бастайсың, міндетті түрде. Сол үшін мен осы тақырыпты таңдадым. Ізденгім келді, уақыт табуым керек болды. Тақалғанда болса да мен оны іздеп табам, үйренем, өзіме жаңа ойлар келеді, мен сонымен командамды ары қарай жетілдірем деген мақсатта. Міне, егер бір арбаның бір дөңгелегі болмаса, оны алға сүйреу өте қиын болады. Сүйрей аласыз, бірақ өте қиын. Егер 4 дөңгелегі бар арбаңыз болса, онда өте жылдам мақсатыңызға жете аласыздар. Тағы сұрақтарыңыз болса? Так. Рахмет. Елу баллды қалай жасау керек екенін айтып жіберейін. Егер сізде артық ақшаңыз болмай, 50 балл 25 мың теңге ақшам жоқ салатын десеңіз, менің званием старший директор. Ең басында айтып кеттім. Мен өзім директор болып, астынан бір директор шықты. Енді менде 4 директор болса, ары қарай рубиновый, бриллиантовый статустарға шыға аламын. Сіздерге де көп рахмет. Мен де осы бизнесқа ешбір ақша салмай келгендіктен 50 балл жасау, қалай жасаймын деген ойлар менде де болды. Шын айтсам, қалтамда 10 мың теңгем ғана болды. Бірақ сол 10 мың теңгеге 1-2 заказ жасап, кейін сол ақшамен сатып алып, сосын клиентіме апарып, ол клиентімнен ақшаны алып, қалай дейді, осылай ақшаны айналдырып.
Я серебряный директор статусын ашқан болсаңыз, күшті. Мүмкін сізде де өзіңіздің системаңыз бар шығар, да, командаңызбен бөлісіп жатқан. 25 балл жасау өте мүлдем қиын емес. Мінекей осылай ешбір ақша салмай, каталогты көрсетіп, олардан заказ алып, заказын бәрін оформить етіп, келесі күні, 3-4 күннен кейін апарып, солай 50 баллымды жасап отырдым. Ол мүлдем қиын емес. Я 12% ол да жақсы, бірақ мақсатыңыз директор болу болсын. Директор болғаннан кейін ары қарай ең сыйлы, тек қана форумдарда, обученияларда бірінші қатарда отыратын, сіздерге арнайы банкеттерге шақыратын, жеке VIP кабинеттеріңіз болсын десеңіздер, онда бриллиантовый статусқа ұмтылыңыздар. Потребитель емес, тек қана бизнесқа шақырыңыздар. Бизнес туралы айтып, ақша туралы айтсаңыздар, онда командаңызда, ақшаңызда өседі. Быстрый старт туралы, я жаңа айттым ғой, золотой статустың 1 жылдық табысын есептедім дедім ғой, 10 миллион теңге есептедім. Міне сол есептеуім бойынша, быстрый старт бойынша золотой директорлар барлық премияны 2 есе қылып алады. 1 жыл уақытта золотой директорға дейін шыққан адам болса. Қалай айтсам, сіз тіркелдіңіз, енді ғана сізге 9 каталог 6 ай уақыт беріледі. Сол 6 айдың ішінде сіз қандай деңгейге шығасыз, соған байланысты премияға ілігесіз. Мысалы, сіз серебряный статустасыз, сіз быстрый стартпен жүрген болсаңыз, сіз қандай премияны 2 есе болып алдыңыз. Менің ойымша, хотя бы золотой директорға шығып, артыңыздан 3 директор өсірсеңіздер, жылдық табысыңыз 10 миллион теңге болып, 12 айға бөлгенде 600 мың табысқа жетсеңіз, ол әлде қайда күшті болып есептеледі. Жақсы қыздар, эфир сақталмай қалама деп қорқып тұрмын. Сондықтан аяқтаймын. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Мен болғандарыңызға рахмет. Эфир пайдалы болды деп үміттенемін. Сау болыңыздар. Minus 2